жанарыңды жүрегіңнен қатқан. Бүгінгі қарастыратынымыз SMP сайтындағы факториал деген есеп. Бұл есептің қиындығы 42%-ға тең екен. Ол дегеніміз 100 адамның тек қана 42-сі ғана орындаған. Арифметика, сандар туралы ғылым. Оның көмегімен кез келген адам математиканың қызықты әлемімен таныса бастайды. Ломоносов айтқандай, арифметика бізге дүниетануға жол ашатын білімнің қақпасы. Арифметика жұмыс істейтін негізгі нысан натурал сан. Мысалы, 1, 2, 3, 4 және тағы да басқа сандар. Натурал сандар арифметикасы жай заттарды зерттейді. Мысалы, жайлаудағы сиырлардың санаудағы нәтижесі. Десе де көп немесе аз анықтамасы бір кездері адамдарға сәйкес келмеді, және оларды санаудың жетілдірген әдістерін ойлап табуға мәжбүр болды. Бірақ нағыз серпіліс адам ойы. 2 килограмм, 2 кірпіш және 2 бөлікті бірдей 2 санмен белгілеуге болатын деңгейге жеткендей болды. Өйткені сіз нысандардың формалары мен қасиеттерінен мағынасынан абстракциялауыңыз керек. Содан кейін бұл объектілер мен натурал сандар түрінде кейбір әрекеттерді орындауға болады. Осылайша сандар арифметикасы дүниеге келді. Олардан әрі дамып, кеңейіп, қоғам өмірінде барған сайын үлкен орындарға ие болды. 0 және теріс сан, бөлшектер, сандарды сандар арқылы белгілеу және басқа тәсілдер сияқты терең ұғымдардың даму тарихы бай және қызықты. Факториал, латын тілінен аударғанда көбейткіш. Бірден бастап белгілі бір n натурал санына дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісі, яғни 1, 2, 3-тен бастап n натурал санына дейінгі. Ол n факториал деп белгіленеді. n-нің үлкен мәндерінде факториалдың жуық шамасы стерлинг формуласы арқылы беріледі. Факториал терминін француз математигі Арбогас 1800 жылы атау берді. n факториалау белгілеуін 1808 жылы неміс математигі Крамп енгізген. Факториал математиканың әртүрлі формулаларында, мысалы Тейлор қатарында және тағы да басқа формулада қолданылады. Мысал үшін осы суретті қарасақ болады. Бұл жерде n-нің факториалы 1-ге, ал 3-тігі 6-ға тең. Факториалға қысқаша түсінік айтсақ, n факториал деген сан берілетін болса, сол n-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі, және n-ші факториал 1-ге тең. Бұл есепті екі жолмен шығарсақ болады. Бірінші жолы жай ғана библиотеканы құру арқылы. From, mas, import, factorial as f. Бұл дегеніміз математика деген библиотекада факториалды енгізіп, оны f деп өзгертеміз. Print жақша ішінде f, int жақша ішінде input жақшаны жабамыз. Бірінші нұсқа осылай библиотека қосу арқылы оңай шығарсақ болады. Екінші жолды рекурсия құру арқылы жазсақ болады. Def f жақша ішінде n қос нүкте. n аргументті қабылдайтын f деп аталатын функцияның анықтамасы. f n 2 теңді жазамыз және 0 енгіземіз, қос нүкте. Шартты тексеру, егер n 0 болса, орындау. Егер n 0 болса, онда функция мәнді қайтармай аяқталады, non деп қайтарылады. Else, егер n 0-ге тең болмаса, онда келесі код блогы аяқталады. Return 0 көбейтілген f жақша ішінде n азайту 1. n азайтылған 1 аргументі ағымдағы n мәніне көбейтілген f функциясының рекурсивті шақыруы. Бұл санның факториалын есептеу үшін қолданылады. n тең болады int жақша ішінде input. Пайдаланушы енгізуін алу, бүтін сан енгізіліп, оны n айнымалысында сақтау керек. Print жақша ішінде f, оның ішіндегі жақшада n. n аргументімен f функциясын шақыру нәтижесінде шын мәнінде бұл пайдаланушы енгізген санның факториалды нәтижесі. Сонымен, код рекурсивті әдісті қолдана отырып, санның факториалын есептейді. n санның факториалы 1-ден n-ге дейінгі барлық оң бүтін сандардың көбейтіндісіне тең.
Барлығыңызға рахмет, сау болыңыздар. ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан